Наурыз жыл басы. Ата, алақай, көктемгі демалысқа шықтым. Бізге енді 10 күн демалыс. Енді үйде отырып, теледидар қарап, компьютер ойнайтын боламын. Айтпақшы 90-лық бағаларым барлығы да 5 болды. Енді сыныптағы үздік оқушылардың бірі мен. Бәрекелді балам. 10 күн демалыс дейсің бе? Я? Ендеше, биыл наурыз мерекесін ауылға барып қарсы алайық. Ата, осы наурыз мерекесі қандай мереке? Наурыз күн мен түн теңеліп, жер анамыз оянатын, табиғатқа жан бітетін күн. Қазақ халқының жаңа жылы, ұлыстың ұлы күні. Жүр, енеше жолға шығайық. Алпамыс, балам, мінеки ауылға да жеттік. Бұл менің кіндік қаным тамған жер. Қандай керемет, ата. Ауылдың көгалы әдемі екен. Ассалаумағалейкум Ізбасар ата. Малжан аман ба? Ауылымызға қош келдіңіз. Сізді көрмегелі көп болды ғой. Уағалейкум уассалам. Ауыл ел аман ба, балам? Әлгі менің замандасым Құрмаштың баласы емессің бе? Дәл таптыңыз. Я, аманбыз. Үйге жүріңіз, Наурыз көжеден дәм татыңыз. Ата, ана жерден неге сонша көп адам жиналған? Балам, ол жерде наурыз думан болып жатыр. Қазір наурыз көжеден дәм татып, өзің де балаларымен ойнап келе ғой. Ата, мен алтын саққа ұтып алдым. Бәрекелді. Асығың үнемі алшысынан түссін. Ата, осы асық ату ойынның да түрлері көп екен ғой? Бұл ойын ептілікке, мергендікке, ұқыптылық пен табандылыққа баулиды. Оның құмар, тәйке, омпы, алшы, хан, қақпақыл деген түрлері бар. Жарайды ата, енді біліп жүремін. Ата, мен көкпар тартысы, қыз қуу, аударыспақ ойындарын тамашаладым. Маған қатты ұнады. Мен де өскенде Құмаш атаның ұлдарындай күшті әрі епті боламын. Жазғы демалыста да ауылға келейікші ата. Құдай тілеуіңді берсін, балам. Қолыңды жай, батамды берейін. Ұлысың оң болсын, ақ мол болсын. Қайда барсаң жол болсын, ұлыс береке берсін. Аумин.